Assalamualaikum құрметті көрермендер, бүгін Нұрболат өзінің жақсы көретін фильмдерін атап кетеді, короче. Барлықтарыңа сәлем. Алдыңғы видеода мен сендерге 3000 лайк жинап берсін деп айттым. Ал сендер болсаңыз 6000 лайк қылып жіберіңіз. Базар жоқ. Нұрболаттың көрермендері мықты болады. Бүгін мен сендерге топ 5 фильмдерді айтамын. Карантинге арналған мотивация беретін. Топ карантин біткеннен кейін далаға шығасыңдар да. Егер сен дайын болсаң осы видеоға лайк бас, каналға тіркел. Ал мен қазір сендерге өзімнің жақсы көретін фильмдерімді айтамын. Серьезно, брат, серьезно. Лайк бас, қарап отырмын. Сен чотта басқан жоқсың. Неге? Мен бәрін қарап отырмын ғой, білесің ғой дос. Бәрін қарап отыр. Даже сен не қарайтынын да білемін Гуглда. Ладно, все, болды. Жаттым, демалдым. Ал бастайық. 5-ші орында социальная сеть. Көбісіңіз қазір Facebook деген приложение білетін шығарсыз да, атақты приложение ғой все-таки, который Instagram'ды сатып алды, WhatsApp'ты сатып алды. В общем, сол Facebook'ты шығарған адам туралы айтылған. Яғни Марк Цукерберг туралы. Оның достары болған. Достармен бірге разрабатывать еткен сол Facebook'ты. Так, тағы не айтсам болады сол туралы. Көп зат айтқым келмейді, өйткені спойлер еткім келмейді сендерге. Так что қарай беріңдер өздерің. Ал біз келесі орынға кеттік. 4-ші орын. Пока не сыграл в ящик деген. Ол фильм екі ата туралы. Біреу умный ата туралы, кітап оқиды, анау-мынау мышлениесі жақсы дамыған. Екіншісі бай, бірақ бақытсыз ата туралы. Екеуі, в общем, ауыратын аталар. Больницада жатып, екеуі сөйлеседі, короче, танысады бір-бірімен. Сосын жаңағы ақылды ата өзінің списігі болады. Списігінде 100 желаниясы тұрады. 100 арман осы өмірге істейін деген. Бірақ біреуде де орындалмаған. Сол кезде сол списікті баята көріп қалған кезде, мынау не десе, мынау желаниям списігі дейді. Сонда оны айтады, неге орындалмадың? Уақыт жоқ болды, анау-мынау дейді. Сонда біз мынаны істеу керекпіз. Пока не сыграл в ящик дейді, короче. Өлгенше дейін әйтеуір істеп қарайық осының барлығын. Бітіріп тастайық дейді. И понеслась. Дальше олар самолеттан секіреді, ана жерден кататься етеді, мына жерден тамақ жейді. Шикарный өмір сүріп тастайды да ең соңында. Вот солай көп зат айта алмаймын ол туралы фильм. Ссылка описаниеда, қараңдар өздерің. 3-ші орында невероятная жизнь Уолтера Митти. Бір күні бір неудачник болады. Аты Уолтер Митти. Ішпысарлықта өмір сүреді, бірақ мықты армандайды. Армандап қалған кезде ол бүйтіп тұрып қалады. Дәм қозғалмайды. Бір күні оған возможность түседі өзінің өмірін өзгертуге. Сол өмірін өзгертуге оған бір зат істеу керек. Жай ғана бастау керек. Жай ғана басты. Қазір өмір сүріп баста деген сияқты да. Ол Исландияға барады, Гренландияға барады, вулканға барады, тау жаққа барады. Сол кезде өмір не екенін түсінеді ол. Өте қызық фильм. Қараңдар. 2-ші орынға қоятыным Шоу Трумана. Джим Керрині білесіздер ме? Алда масканы ойнайтын. В общем, соның Шоу Трумана деген фильмін оқыды маған. Шоу Труманның қалай айтсам болады? Бір режиссер болады, режиссер. И бір құттай бала болады. Кішкентай кезінен алып алған. Ол Труман болады, Труман. Соны бір параллель, соған сол Труманға арналған жер жасап қояды. Сол жерде өмір сүреді и шоу көрсетеді сол режиссер. Өтірік жер кәдімгі съемочный площадкаға апарып тастайды оны. Сол съемочный площадкада неше жыл болды? Где-то бір 20-дан аса жыл болды сол жерде тұрған. Сол режиссер бір өлмейтін бәле екен бар ғой. Еш жауап кетті. Труман жайлы шоу көрсетеді. В общем, қалай өмір сүріп жатқанын, қалай реакция жасайды любой заттарға. Тек қана Труман шын өмірдегідей ойнайды, импровиз. Мен вообще дұрыс түсіндіре алмайды екен вообще фильмдерді. Нифига не понял. Но очень интересно дейсіңдер қазір. И сол бір күні біліп қояды, что-то өмірім дұрыс емес деп. Но что-то фальшивка. Актерлар нолы клем походу деп. Дым істемейді менің реакцияма бермейді деп ойлайды. И потом сол мирдан шығуға тырысады. Ақырында өздерің көресіңдер. Ал 1-ші орынға достар. 1-ші орынға мен сіздерге мықты фильм совет етейін деп отырмын. Сол фильмнің аты Форест Гамп. Көбісіңіз білесіз, көбісіңіз білмейсіз сол фильмді. Сол фильмді қараған кезде мен өзіме кәдімгі сеніп бастадым достар. Өзімді биттім де. Давай, Нұрболат, Нұрболат, давай. Егер бір неудачник істеп білсе, сен де істеп білесің деген сияқты ой болды менде сол фильмді қарағаннан кейін. Фильмде Форест Гамп деген бала болады. Оның өмірі өте қызық болады. Оның қолынан бәрі келетін болған. Хоть и тупой болса да. Любой затты бастап кеткенде, оның қолы как бы алтын ба бірдеңе ғой. Мысалға футбол ма? Футболды жақсы ойнап бастайды бірінші попыткада. Теннис па? Теннисті де жақсы ойнап бастайды. Соғысқа барып келген, соғыстан тірі шыққан, миллионер болған, сондай короче. Бұл фильм қаншалықты сен осы өмірде неудачник болсаң да, қаншалықты осы өмірде қиын кездер болса да, қаншалықты осы өмірде қиындықтар көп, даже қиындықтар көп болса да, бұл фильм осы өмір қаншалықты қиын болса да, ешқашанда берілме деген ғой сол фильм. Сол туралы фильм. Егер сен осы өмірде қиын жағдай болып қалса, дәл қазір қара сол фильмді. Өзіңді бір комнатқа қамап тастады, свет сөндірді, қарай бер. Иә, солай достар. Мен сендерге өзімнің топ 5 жақсы көретін фильмімді айттым, мотивационный. Енді келесі видео қандай екен болады екен білесіңдер ме? Қандай болады ал? Қалай ойлайсыңдар ал? Комментария жазып кеттіңдер. Не туралы болады келесі
видео. Ал егер осы видеода 4000 лайк жиналса, мен білмеймін не істеу керек. Просто 4000 лайк жиналса и все. Видео шығады шығар. Қайдан білесің? Мүмкін жақсы видео шығады шығар. Ну, это не точно. В общем, солай достар. Сендер білдіңдер ме қандай фильм жақсы көретіндерімді? Осымен бітті ғой. Сендермен болған мен Нұрболат. Пока-пока, чао. Ебой, осы менің съемочный студиям. Осылай оны сөндіресің. Дым әсер еткен жоқ, да?